Қайырлы күн асыйхан шайымдары. Бүгін мен сіздермен панкейкидің ең дәмді және тез дайын болатын рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіз, ерекше рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ыдысымызға 1 стакан айран және жарты шай қасық ас содасын салып, араластырып қоямыз. Енді бос ыдысымызға 1 жұмыртқа және 2 ас қасық шекер салып, ағарғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Және де оны айранның үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Және үстіне 1 стакан ұнды аз-аздан сала отырып, араластырып отырамыз. Осылай қоспамыз біркелкі болғаннан соң үстіне 2 ас қасық май қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қалауыңыз бойынша миксермен араластыруға да болады. Енді қызып тұрған табаға 2 ас қасықтан құйып, орташа отта пісіреміз. Мен ортасына шоколад салдым, міндетті емес, қалауыңыз бойынша өзін жасасаңыздар да болады. Шоколад салсаңыздар міндетті түрде үстіне тесто құюды ұмытпаңыз, өйткені шоколадымыз еріп, табағыңызға жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде үстіне тесто құйып жіберіңіздер. Осылай беткі жағы кебе бастаған кезде екінші бетіне аудара берсеңіздер болады. Міне осымен панкейкіміз дайын. Өте керемет сәтті рецепттердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шықты. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, комментарияға қандай видео салуымды қалайсыздар, міндетті түрде жаза кетіңіз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Келесіде 5 минутта дайын болатын салат түрімен бөлісетін боламын.